Сәлеметсіңдер ме балалар? 86-шы сабақ. Бірінші есепте өрнектің мән топ, картиналар қайда, қандай жанрда салынған анықта дейді. Бізде бірінші жоғарыдан атаулар жазылып тұр, натюрморт, пейзаж, портрет деп. Яғни мәніне қарай оны анықтаймыз. Бірінші бізде 25-тен 9-дың көбейтіндісі тұр. Оның мәні 225. Бұл мұқтар әуезовтың суреті. Онан кейін 200 пен 200 қосу 5-тің квадратымен қосындысы берілген. Ендеше біз 200 қосу 5-тің квадраты бізде 25. Тең болады 225. 225 болады. Келесі есебіміз тау суреті картинасы 32 мен 9-дың көбейтіндісі, ол 288 болады. Қымыз суреті 100 мен 9-дың көбейтіндісі 918. Натюрморт 9 пен 100-дың көбейтіндісі қосу 9 пен 2-нің көбейтіндісі. Бұның жауабы 918. 280 қосу 2-нің кубы, 280 қосу 2-нің кубы, бұл жерде 8 болады. Жауабы 288. Енді біз осылардың жауаптарына қарай белгілейміз. Мұқтар әуезов суреті 225, портрет, момышұлының суреті портрет, бұнда 288 бізде пейзаж, 918 бізде натюрморт, 918-де натюрморт, 288 бізде пейзаж. Яғни осылай жауаптарын тауып алдық. Екінші есепте бірінші бағанның есептеу тәсілін түсіндір. Осы білімді пайдаланып, екінші бағандағы мысалдарды қалай есептеуге болады дейді. Жақша үстінде 40 пен 18-нің қосындысын бөлеміз 2-ге. Бұнда 40-ты 2-ге бөліп, 18-ді 2-ге бөлу арқылы берілген. Бұл есептердің жауабы бізде 29 болады. Келесі есеп 80 мен 16-ның қосындысын бөлеміз 4-ге. 80-ді 4-ге бөлеміз, бөлу 16 мен 4-ті бөлеміз. Бұнда бұл есептің жауабы 24 болады. 400 қосу 180 бөлу 2, 400-ді 2-ге бөлеміз, 180-ді 2-ге бөліп, 2-нің қосындысын қосамыз, жауабы 290. 400 бен 180-нің қосындысын бөлеміз 20-ға. 400 бөлу 20, қосу 180 бөлу 20. Бұл есептің жауабы 29. Сегіз қосу 160 бөлу 4, 804-ге бөлеміз, 164-ге бөліп 2-нің қосындысын қосамыз, 240. 800 пен 160-ты қосып 4-ге бөлеміз, 804-ге бөлеміз, 40-қа бөлеміз, 160-ты 40-қа бөлеміз. Онда бұл есептің жауабы 24 болады. Енді бізге жоғарыда 58 пен 2-нің бөліндісін берілген. Бізге айтады, 2 таңбалы немесе 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға бөлу үшін оның әрқайсысы осы санға бөлінетін ыңғайлы қосылғыштардың қосындысы түрде жазуға болады. Содан кейін қосындыны санға бөлу ережесін қолдан дейді. Егер де кейбір сандарды бөлгенде бізде қалдық қалуы мүмкін, сондықтан да оны бөлінетіндей қылып ыңғайлы жасауымыз керек. 58 пен 2-нің бөліндісін біз 40 бөлу 2 қосу 18 пен 2-нің бөліндісі. Яғни 40 пен 18-ді бөлсек бізде 58 шығады. Бұл есептің жауабы 29. 96 мен
төрттің бөліндісін біз 80-ні аламыз, 80-ді 4-ке бөлеміз, қосамыз, 16-ны бөлеміз 4-ке. Жауабы 24. 580 мен 2-ның бөліндісінде 400-ді бөлеміз 2-ге, қосу 180-ді бөлеміз 2-ге. Онда 290 болады. 580 мен 20-ның бөліндісінде 400-ді бөлеміз 20-ға, қосамын 180 мен 20-ның бөлемін. Жауабы 29. 960 пен 4-ті бөлетін болсам, 800-ді бөлемін 4-ке, қосу 160-ды бөлемін 4-ке. Онда 240 болады. 960 пен 40-ты бөлеміз, 800-ді бөлеміз 40-қа, қосу 160-ды бөлеміз 40-қа. Сонда бұл 24 шығады. Не балалар? Осылай өзімізге ыңғайлы қылып бөлуді орындаймыз. Келесі үшінші есебіміз біздің ауызша түсіндіре отырып есепте дейді. Яғни бұл да осыны үлгіде шығарылатын есептер. Үшінші есеп. Мына жерде 56 мен 2-ның бөліндісі беріліп отыр. Енді біз өзімізге ыңғайлы қылып, оны бөлеміз. 56-ның ішінде 40-ты аламыз да 2-ге бөлеміз, қосу, оның 16-сын тағы да 2-ге бөлеміз. Бұнда есептің жауабы 28. 42-ның 3-ті бөлеміз. 3-ке бөліну үшін біз 30 пен 3-ті бөлеміз, қосу 12-ні 3-ке бөлеміз. Бұл екеуі де 3-ке бөлінеді, яғни екеуінен 14 шығады. 78-ді 6-ға бөлу үшін 60-ды бөлеміз 6-ға, қосу 18-ді 6-ға бөлеміз. 13 шығады. 560-ды 2-ге бөлу үшін 400-ді 2-ге бөлеміз, қосу 160-ды 2-ге бөлеміз. 280. 420-ны 3-ке бөлу үшін 300-ді 3-ке бөлеміз, қосу 120-ны 3-ке бөлеміз. 140. 780 мен 6-ны бөлу үшін 600-ді бөлеміз 6-ға, қосу 180-ді бөлеміз 6-ға. 130 жауабы. 560-ды 20-ға бөлу үшін 400 пен 20-ны бөлеміз, қосу 160 пен 20-ны бөлеміз. 28 шығады. 420 мен 30-ның бөліндісінде 300-ді бөлеміз 30-ға, қосу 120-ны бөлеміз 30-ға. 14. 780 мен 60-ның бөліндісінде 600-ді бөлеміз 60-ға, қосу 180 мен 60-ның бөліндісінде 13 дейміз. Міне осылай шығару үлгісі. Енді төртінші есепке назар аударамыз. Жақша ішінде 96 қосу 4 бөлу 2, қосу 9 пен 8-дің көбейтіндісін, 56 мен 4-дің бөліндісі, қосу 25 көбейту 3, азайту 5 пен 3-дің көбейтіндісі. Артық кемін табу үшін бізде артық мынау. Екінші есепте артық мынау
Үшінші есепте бізде артық нәбеті болып саналады. Келесі есебімізге өтеміз. Бесінші есеп бізде қалдықпен бөлу. Бұл жерде қалдықпен бөлуді орында және тексер деп отыр. 7 мен мына жерге енді бірден орындай кетейік. 7 бөлу 2 болады 3, қалдық 1. Енді қалдық деп өздеріңіз толықтырып жазасыздар. Мен қысқартып жазып. Тексеруде 3 көбейту 2 қосу 1 7. 6 мен 5-дің бөліндісі 6 мен 5-дің бөліндісі бұл жерде бірден береміз. Қалдық бұнда 1 болады. 1 көбейту 5 қосу 1. Бұнда 6 шығады. 1 мен 6 мен 4-дің бөліндісі 6 бөлу 4. Ден береміз, қалдық 2. Тексеруі 1 көбейту 4-тен қосу 2. Бұнда 6 шығады. Не болады? Тексерудің бәрін осылай орындап шығасыздар. 7 мен 5-дің бөліндісі 1, қалдық 2. Тексеру үшін 1 мен 5-ті көбейтеміз, қосамыз 2-ге. Болады 7. 4 пен 8-дің бөліндісі 0 болады. Қалдық 4 болады. 0 мен 8-дің көбейтіндісіне қосамыз 4-ті. Болады 4. Не осылай орындалады. Екінші бағандағы есепті енді бірден орындай кетейік. Жауабы 7, қалдық 1. Тексеруін осы үлгіде тек шығарасыздар. 57 мен 9-ның бөліндісі 6, қалдық 3 шығады. 85 пен 9-ның бөліндісінде 9, қалдық 4 шығады. 94 мен 9-ның бөліндісінде 10 шығады, қалдық 4 шығады. 2 мен 9-ның бөліндісінде 0 шығады, қалдық 2 шығады. Біздің енді үшінші бағамызда 60 пен 9-ның бөліндісінде 6 шығады, қалдық 6 шығады. 75 пен 8-дің бөліндісінде 9, қалдық 3 шығады. 29 пен 8-дің бөліндісінде 3, қалдық 5 шығады. 50 мен 7-ның бөліндісінде 7 шығады, қалдық 1 шығады. 5 пен 7-ның бөліндісінде 0 шығады, қалдық 5 шығады. 49 пен 3-ның бөліндісінде 16, қалдық бұл жерде 1. 56 мен 6-ның бөліндісінде 9, қалдық 2. 82 мен 7-ның бөліндісінде 11, қалдық 5. 95 пен 9-ның бөліндісінде 10, қалдық 5. 5 пен 6-ның бөліндісінде 0, қалдық 5. Міне осылай үлгісі тексеру қажет болса, мен көрсеткен үлгі бойынша тексеріп шығуға болады. Алтыншы есеп. Қарындаштарды топтарға бөліп салуға көмектеседі. Қораптардың санын тап дейді. Қарындаштардың саны берілген, бір қораптың сыйымдылығы берілген, қораптың саны және қалдығы. Бізде 23-ті 5-ке бөлеміз. 4 қалдық, бұнда 4 қалдық 3 шығады.
19-ды 4-ке бөлеміз. 4 қалды 3. 57-ні 7-ге бөлеміз. 8 қалдығы 1. 80-ді 9-ға бөлеміз. 8 қалдығы 8. 45-ті 6-ға бөлеміз. 7 қалдығы 3. Енді бұл жерде екіншісінде әде қарандаштардың санын тап дейді. Қарандаштардың саны белгісіз, қораптың сыйымдылығы белгілі, қораптар саны белгілі, қалдығы белгілі. Яғни бұл жерде тексеру берілген. Енді біз 5 пен 8-ді көбейтеміз. Біз 40, 40-қа 3-ті қоссақ, 43, 9 пен 10-ды көбейтсек 90. Мына жерде тұрғандардың бәрі қалды. Осылардың бәрін қосамыз, көбейтіп қоймаймыз. 90-ға 8-ді қоссақ, 98. 4 пен 12-нің көбейтіндісі бізде 48, оған 2-ні қоссақ 50. 7 мен 11-дің көбейтіндісі бізде 77. 77-ге 5-ті қоссақ 82. 5 пен 12-нің көбейтіндісі 60. 60-қа 4-ті қоссақ 64. Не осылай орындалуы өте оңай есептердің бірі. Жетінші есебіміз қалдықпен бөлуді орында, оны тексер дейді. 58 бөлу 5. Жауабы 11. Қалдық 3 қалдық. 3 қалдық. Енді тексергенде мәнін аламыз да 5-ке көбейтеміз, оған мына жердегі жақшадағы қалдықты қосамыз. Сонда 58 шығады. Бұл есептің жауабы міне 11 қалдық 3. 29 пен 3-тің бөліндісі 9 қалдық 2. 65 пен 6-ның бөліндісі 10 қалдық 5. 49 пен 6-ның бөліндісі 8 қалдық 1. 47 мен 7-ның бөліндісі 6 қалдық 5. 47 мен 5-ның бөліндісі 9 қалдық 2. 88 пен 9-ның бөліндісі 9 қалдық 7. 18 пен 7-ның бөліндісі 2 қалдық 4. Тексеруін мына үлгі бойынша тексересіздер. Сегізінші есеп, есептерді әртүрлі тәсілмен шығар дейді. Асында сурет үйірмесінде 3-ші сыныптан 8 оқушы және 4-ші сыныптан 12 оқушы келді. Олардың әрқайсында 6 құтыдан гуаш болды. Оқушыларда барлығы қанша құты гуаш бар дейді. 3-ші сыныпта 8 оқушы, 4-ші сыныпта 12 оқушы, әрқайсы 6 гуаш, барлығы қанша гуаш әкелінді дейді. Бұл жерде екі тәсілмен көрсетемін бұл есептерді қазір. Жақшашамыз 8 қосу 12, яғни 2 сыныптың оқушыларының санын алдық та, оны 6-ға көбейттік. Сонда 20-ны көбейтеміз 6-ға, тең болады 120. Яғни барлығы 120 болады. Екінші тәсілде тура осы үлгіде аламыз да, жақшаға 8 қосу 12-ні аламын, көбейтемін 6-ға, енді әрқайсысын бөлек көбейтіп шығамын. 12-ні 6-ға көбейтемін, сонда бұнда да жауабы 120 болады барлығы.
Жауабы оқушыларда 120 құты гуаш бар. Міне екі тәсілмен бағана үйренген екі тәсілмен шығарып жатырмыз. Енді әсінде музейдің бір көрме залында 25 картина және 12 мүсін орналастыруға болады. Осындай 5 залға қанша картина мен мүсін орналастыруға болады дейді. Картина 25, мүсін 12 дана, 5 залға қанша картина мен мүсін орналастыруға болады дейді. Бұны бірінші тәсіл бойынша шақшашамыз да 25 пен 12-ні қосамыз. 12-ні шақша сыртында 5 зал, яғни 5-ке көбейтеміз. 37-ні көбейтеміз 5-ке, 185. Екінші тәсілде тура осы үлгіде жазамыз. 25 қосу 12 көбейтеміз 5-ке. Енді әрқайсысын көбейтіп шығамыз. 25 көбейту 5 қосу 12 көбейту 5 тең болады 185. Яғни мәнінде ешқандай айырмашылық болмайды. Тек орындалу тәсілдері өзгереді. 185 картина мен мүсін орналастыруға болады. Толықтырып өздеріңіз жазып жібересіздер. Келесінде бізде Б-сында есептердің біріндегі сандардағы деректерді алмастырып, оны қайтадан есепте дейді. Бұл есепте астындағы деректерді алдық. 5-ші сыныптан 5 оқушы, 4-ші сыныптан 10 оқушы, әрқайсысында 5 гуаш. Бірінші тәсілде жақшы ішіне 5 қосу 10 көбейтеміз 5-ті. Сонда 15 пен 5-ті көбейтіп 75. Екінші тәсілде тура 5 пен 10-ды қосамыз да көбейтеміз 5-ке. 5 пен 5-ті көбейтіп аламыз. Қосу 10 мен 5-ті көбейтеміз. Тең болады 75. Жауабы 75 құты гуаш бар. Осылай орындаймыз. Тоғызыншы есепте бөлінгіштері тиімді қосылғыштарға жүктеу үшін әр бояудың ыдысына тиісті қылқаламды таңда дейді. Енді біз таңдаймыз. Мына жерде 70, 60, 14, 80, 4, 25 бұл қылқаламдарда тұр. Бояулардың ыдысында 84 бөлу 7, 84 бөлу 6, 84 бөлу 4 деген есептер берілген. Бетіне қарай орындаймыз. 84 бөлу 7, 70 бөлу 7, қосу 14 бөлу 7. Яғни 7-ге бөлінетін сандарды өзіміздің ыңғайладық. Қалдықсыз бөліну үшін. Келесі 84 бөлу 6, 60 бөлу 6, қосу 24 бөлу 6, 14, 84 пен 4-тің бөліндісін, енді 80 мен 4-тің бөліндісі түрінде алсақ болады. 4 бөлу 4 тең 21. Осылай бөлінетін сандарға өзіміз ыңғайлап, бөліп алып, жіктеп алып, бөлуге болады. 10-шы есеп сандардың арасына жақша мен амалда таңбасын қой дейді. Мына жерде 8-дің 4 рет, 8-ді 4 рет берілгенде мәнін берген. Енді осыған қандай амалдар, жақшалар қойылу керек екенін білетін боламыз. Әуелі бірінші 8-ді жақшаға аламыз. Ортасына қосу таңбасын қоямыз.
Жақша сыртына көбейту, одан кейін азайту таңбасы. Сонда бұл есепте 120 шығады. Ал екіншісінде азайту таңбасын қоямыз, қосу таңбасын қойып, жақшаны жабамыз, жақша сыртына бөлу таңбасын қойсақ, бұл есептің жауабы 9 шығады. Ана есепте жоғарыда түсініксіз болып жатса, міне жазбаша түрін орындап қойдым. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.